Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, математика сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы санның жартысы. Сендер бүгінгі сабағымызда санның жартысын тауып үйренесіңдер. Ол үшін мына бейне сабақты мұқият тыңдайық. Заттардың санының жартысын табайық. Барлығы неше кәмпит? Сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 санының жартысын табамыз. Ол үшін кәмпиттерді 2 бірдей тәрелкеге бөліп саламыз. Әр тәрелкеге неше кәмпиттен салдық? 1, 2, 3, 4 жұп кәмпит. Демек, 8 санының жартысы 4. Сонымен балалар, санның жартысын табуды түсінген болсақ, оқулығымыздағы 108-ші, 109-ші бетке назар аударайық. Қонжықтарды санайық тапсырмасын бірге орындайық. 6 қонжықтан тұратын топтың жартысы бұл 3 қонжық, ал 8 қонжықтан тұратын топтың жартысы бұл қанша болады деп ойлайсыңдар? Әрине, 4 болады. Келесі тапсырмамыз құстардың санын табайық деп аталады. Қарлығаштың саны қанша? Көгершіннің саны нешеу? Неше үйрек бар? Суық торғайдың саны қанша? Қай құс тобы 2 бұтаққа бөлініп қонғанда бірдей мөлшерде қона алады? Қай топ олай қона алмайды? Неге? Ал енді балалар, ойланып көрейік. Қарлығаш 1, көгершін 2, үйректердің саны 3, суық торғай 4. Қай құстың тобы 2 бұтаққа бөлініп қонғанда бірдей мөлшерде қона алады? Суық торғай 2-2-ден бөлініп қонады. Ал көгершін болса бір-бірден теңдей бөлініп қона алады. Балалар, ал керісінше қай топ олай қона алмайды? Неге? Себебі қарлығаш 1 ғана, ал үйрек 3. Сондықтан олар тақ сандар. Жарайсыңдар балалар. Ойлан тап тапсырмасын тауып көрейік. Әр топтағы заттар санының жартысын табайық. 10 кітаптың жартысы бұл 5. 4 фломастердің жартысы бұл 2. 8 дәптердің жартысы бұл 4. Шығарып көр тапсырмасын мұқият тыңдайық. Құмыралардағы гүлдерді сана. Қай құмырадан гүлдердің тең жартысын алуға болмайды? Неге? Балалар, мен сендердің нақты жауаптарыңды асыға күтемін. Балалар, бүгінгі математика сабағында сендер санның жартысын табуды үйрендіңдер. Олай болса, көңілді смайликтер арқылы өзіңді бағала. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.